Ассалаумағалейкум достар. Бүгінгі видеода біз сақтар қалай парсыларға алданғаның туралы айтамыз. Ол кезде парсылардың патшасы Кир болатын, оны бәрі патшалардың патшасы деп атаған. Ол ешқашан жетілмеген патша болған. Бір күні Кир сақтардың патшайымы Томириске үйленуге ұсыныс жасайды. Бірақ Томирис бас тартады. Себебі Томирис Кирді өте қатты біледі. Бірақ Кир оған шын ұсыныс жасаған жоқ. Оның ойы былай болатын: Томириске алдап, үйленіп солай сақтарды басып аламыз деп. Бірақ Томирис ұсыныстан бас тартқан соң ол жоспар құрады. Сөйтіп олар бір шатыр құрады. Оның ішіне тамақ ішімдіктерді қояды. Сосын Кир сол жерге өзінің әлсіз әскерлерін тастап кетеді. Ал өздері орманның ішіне жасырынады. Сөйтіп Томиристің баласы Спаргапис жауынгерлерімен келеді. О, мына Кирдің соңғы жауынгерлері екенгі дейді де, сол әлсіз жауынгерлерді қырады. Солай олар шатырдың ішіне отырып, бұл біздің жеңісіміздің құрметіне орай жасалынған дастархан деп тамақтанады. Сол кезде олардың бәрі қауама сусынын ішеді. Сол кезде оларға Кир мықты әскерлерімен келеді. Спаргапистің жауынгерлері әлсіз болды, себебі олар қауама сусынын ішкен болатын. Сосын Спаргапис, яғни Томиристің баласы, өз-өзіне қол жұмсайды.